Баршаңызға сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Арай. Бүгін біз сіздермен бірге осындай әдемі шиелерді тоқып, оны кардиганға тігіп үйренетін боламыз. Тоқып бастамас бұрын қыздар менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Бұндай аппликацияны жасау үшін бізге ең алдымен қыздар мынандай фломастер қажет болады. Исчезающий фломастер дейді. Бұндайды жіп сататын магазиннен алған болатынмын. Сіздер де осындай тауып алсаңыздар дұрыс болады, себебі қараңыздар, бізге өзімізге қажет жерге белгілеп аламыз, осылай сызып, иә. Сіздер тігіп аласыздар үстінен, а бұл жазу өзінен өзі өшіп қалады. Сондықтан да мүмкіндігінше тауып алыңыздар. Егер таппасаңыздар, мен осы видеоның астына WhatsApp номерімді қалдырып кетемін, маған жазыңыздар. Қай жерден алғаныммен сіздермен бөлісетін боламын. Және де бізге екі түсті қызыл-жасыл жіптер қажет болады. Қызыл менде Alize Baby Best жібі. Егер де жіптеріңіз осы Baby Best'тан жіңішкерек болатын болса, мысалы ярнар джинс болса, онда сіздердің шиелеріңіздің көлемі сәл кішірек болады. Ал жібіңіз қалыңдау болса, онда шиеңіз де үлкенірек болады. Ал мынау жасыл жіп менде Alize Baby Wool, өте жіңішке. Осыны мен жаңағы 2-де 25 номерлі күртшекпен тоқитын боламын. Кез келген осындай жіңішке жіпті пайдалана берсеңіздер болады қыздар. Ең бірінші мен сіздерге мына жапырақтың тоқылу схемасымен бөлісейін. Мінеке қараңыздар. Паузаны басып, скрин жасап алсаңыздар болады. Және осы схема бойынша қалай тоқылу керектігінде мен сіздерге қазір көрсетемін. Мінеке біз кольцо жасап, ішінен бір петля шығарамыз. Күртшегімізде бір петля бар. Енді біз 5 воздушная петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4 және 5. 5-еуін тоқыдық. Енді қараңыздар, крючоктан кейінгі екінші воздушная петляға міне біреу, міне біріншісі, мына екіншісі. Осы екінші воздушная петляға біз бір столбик без накида тоқимыз. Мінеке. Бір столбик без накида. Енді схемаға қараңыздар. Мінеке. Мына біреу тұрған бірінші воздушная петляға біз бір столбик без накида тоқыдық. Мына белгі столбик без накида дегенді білдіреді. Біз міне стрелкамен көрсетіп қойдым. Қазір былай қарай жүреміз. Сосын айналып қарама-қарсы жағына тоқитын боламыз. Бір столбик без накида. Келесі воздушная петляға полустолбик с накидом тоқимыз. Накид іліп аламыз. Келесі воздушная петляға жұмыс жібін тартамыз. Крючокта 3 петля тұр. Осы үшеуін бірге қосып тоқимыз. Бұл бізде полустолбик с накидом. Біреуін тоқыдық, енді екіншісін келесі воздушная петляға. Крючокты накид іліп алдық. Крючокты кіргізіп жұмыс жібін тартамыз. Крючокта 3 петля, үшеуін бірге қосып тоқимыз. Енді ең соңғы воздушная петлямыз қалды. Оған біз бір столбик без накида тоқимыз. Біреуін тоқыдық. Қайтадан сол жерге міне екінші столбик без накида тоқимыз. Біз қарама-қарсы жағына өтіп бара жатырмыз, айналып. Екеу тоқыдық. Қайтадан сол жерге үшінші столбик без накида тоқимыз. Үшеуін тоқыдық. Енді келесісіне, келесі воздушная петляға полустолбик с накидом тоқимыз. Арғы жақтағы қарама-қарсы болады сонда. Мінеке келесі менде келесі воздушная петля міне. Соған полустолбик с накидом тоқыдым. Енді одан кейінгісіне де полустолбик с накидом тоқимын. Келесісіне міне. Тоқу барысында мына жіптің ұшын бірге қосып тоқып жеріңіздер.
Мінекей. Екіншісінде жасадым. Енді соңғы воздушная петляға бір столбик без накида тоқимын. Міне соңғы воздушная петлямен. Бір столбик без накида. Болды, е? Бір жіптің ұшын кесіп тастасақ болады. Енді қараңыздар. Мына жерде мен мынандай сызық қойып қойдым ғой. Бұл бізде қатардың басы мен қатардың соңын қосу дегенді білдіреді. Мінекей қараңыздар. Мына қатардың басталған жерге ең бірінші біз тоқыған петлямыз. Осыған қосамыз. Мінекей. Қостық, е, қараңыздар. Мына жақ шеті домаланып тұр. Ал мына жағы бізде үшкірлеу болды. Тағы да бір воздушная петля тоқимыз. Міне біздің жапырағымыздың ұшы үшкір болып тұрады осылай. Мына жапырақтың ұшы болады. Енді мына жібімізді мінекей осында ұзынырақ қылып аласыздар, қыздар. Себебі біз бұл жіппен шиенің бұтағын тоқитын боламыз. Енді бұл жібімізді инеге өткіземіз. Ине кәдімгі ұшы үшкір ине болу керек, қыздар. Инеге өткіздік. Мен қазір бұл жапырақты бастамас бұрын бірінші екі шиені тоқып аламын осы жерге. Мінекей шиені, мысалы, веткасы бізде мына жақтан біту керек, мына жақтан біту керек болса, шиенің өзін мен қарама-қарсы жақтан бастаймын. Мына жерден біту керек болса, міне мына жақтан мен тоқып бастаймын. Мына крючокты кіргізіп, мінекей бір петля жасап алу керек крючокқа. Мінекей. Енді біз осы жерге 3 воздушная петля тоқимыз. 1, 2, 3 воздушная петля. Енді осы жерге біз 4 столбик с накидом тоқуымыз керек. Бірақ біз оны былай тоқимыз, қараңыздар. Накид іліп алдық. Дәл осы жерден жұмыс жібін тартып шығардық, е? Енді біз қазір мына бірінші және екінші петляны ғана тоқитын боламыз. Мінекей. Біреуін тоқыдық, е? Екінші столбик с накидом. Соңына дейін тоқымаймыз оны. Бірінші мен екінші петляны ғана тоқимыз. Крючокта 3 петля болды. Тағы да біреуін тоқимыз. Бірінші мен екінші. Крючокта 4 петля болды. Мінекей, тағы да біреуін тоқимыз. Крючокта 5 петля болды. Бесеудің біріншісі ол воздушная петлялар. Ал 1, 2, 3, 4-еуі ол столбик с накидом. Енді осы петлялардың, крючоктағы петлялардың барлығын бірге қосамыз. Осы бірге қосамыз. Жақсылап тартып. Тағы да бір воздушная петля тоқимыз. Түбін жақсылап тартыңыздар. Мінекей. Енді кішкене ұшын ұзынырақ қылып кесеміз де. Енді қараңыздар, мына веткамыздың біткен жері бізде, мына жер, менде мысалы ветканың біткен жері осы жер кетіп бара жатыр, көрінбей қалды. Мына жіптің ұшын біз қазір ветканың біткен жерінен кіргізіп, және мына вишняның орта жағынан шығаруымыз керек, жіптің ұшын. Мінекей мына жақтан. Осылай істеп қазір. Міне қараңыздар. Екі жіптің ұшы да вишнямыздың дәл ортасында іш жағында болу керек, себеп біз қазір жерден байлаймыз жіптің ұшын. Міне асты жағынан байлауымыз керек. Екеуін кішкене тартыңқырап байлайсыздар, вишнямыз домалақ болып шығу үшін. Бірнеше рет байлап тастасаңыздар болады.
тарқатылмау керек қой. Болды, енді ұшын кесе салам. Жаңағы байлағанымыз біздің вишняның іш жағында қалады, көрінбейді. Енді дәл солай екінші вишняны тоқимыз. Мінеки, вишнясы дайын болды. Енді жапырақ. Жапырақты біз ең ұшынан бастаймыз. Мінеки, бізде жапырақтың ұшы үшкір болып тұрған. Келтіріп қоямыз мұнда. Ұшын бекітеміз. Енді біз мына ортасынан тігіп шығуымыз керек, кардиганға бекітіп. Мінеки осылай мықтап көктеп тігеміз. Арт жағымен де мынандай. Жапырақтың мына жақ шетінде жақсылап тігу керек. Енді біз мына бір бұтағын тігетін боламыз. Ол үшін қыздар бізге мына жіпті деген, жіп мына қай жерден шығып тұр, дәл сол жерден ішке қарай кіргізуіміз керек. Кіргіземіз, бірақ соңына дейін кіргізбеңіздер, кішкене қалсын осындай петля болып. Инені шығарып тастап, ары қарай крючокпен жасаймыз. Ары қарай крючокпен. Мына крючогым үлкендеу екен, кішкентаймен тоқи берем. Мына сызықтың бойымен осылай тоқып шығамыз. Қатты тартып тастамаңыздар, жиырылып қалмасын. Бұтаға әдемі көріну үшін петляларды үлкен қылып алмаңыздар, кішірек қылып алсаңыздар әдемі көрінеді. Мінеки, енді мына жіптің ұшын былай шығарамыз сыртына қарай. Инеге өткізіп, мына шиенің басталған жері бар ғой, осы жерден инені кіргізуіміз керек. Яғни бұтақ пен шиені бір-біріне қосу керек осылай. Енді тері жақтан шығарамыз. Басқа бір жақ шетінен. Қайтадан сол жерден шығарып, жіптеріңіз тарқатылып кетпесін. Енді осы бұтақтың бойымен біз бүйтіп аккуратно жібімізді мына жаққа әкелу керекпіз. Екінші бұтағын тігу үшін.
Ең басталатын бас жағына апарамыз жіпті. Осы жерден жіп қай жерден шығып тұр, сол жерден енемізді кіргіземіз. Бізге петля қалдыру керек, әрі қарай крючокпен тоқу үшін. Крючоктың қажеті жоқ, тек инемен аяқтаймыз. Так, вишнямыздың мына жағынан кіргіземіз, е. Енді сәл жоғарғы жағынан шығарамыз. Оның арасы ашылып қалды. Осы жерге дейін жіпті әкелу керек бізге. Осылай біріктіре саласыздар. Енді мына жіптің ұшын мен жапырақтың ішіне жасырамын. Жапырақтың арасына. Инелеріңіздің ұшы үшкір болса, өстіп жіпті жасыруға жеңілірек болады. Осылай ара-арасына кіргізіп, бір рет өткіздім, екінші рет өткізем. Кері қарай. Болды, енді кесіп тастасақ болады. Мінекей қыздар, дайын болды. Арт жағынан осылай көрінеді. Видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер ұнаса, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар, қыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Менің жасап жатқан дүниелерім сіздерге пайдалы болып жатыр ма, жоқ па, соны білу мен үшін өте маңызды. Енді келесі сабақта біз сіздермен бірге гүлдер, әртүрлі гүлдердің, роза, ромашка сияқты гүлдердің түрлерін кестелеп тігіп үйренетін боламыз. Сондықтан да міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Соңына дейін қарап шыққандарыңызға көптен көп рахмет.